Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз бұл Конгресс кітапханасы. Сабақтың мақсаты мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара отырып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау. Білетін нәтиже: Конгресс кітапханасы мәтінінің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара отырып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтайды. Мәтінмен жұмыс жасайды. Конгресс кітапханасы. Тыңдалым мәтіні. ақш президенті Джон Адамс мемлекеттің астанасы Филадельфиядан Вашингтонға ауыстыру туралы заңға қол қойған кезде, яғни 1800 жылы 24 сәуірде осы ірі кітапхана құрылды. Осы заңда Конгреске қажетті кітаптар сатып алу үшін $5000 бөлінді деп жазылған. Заңда кітапхананы тек басқарушы органдар пайдалануға құқылы екендігі айтылған. Сондықтан кітапхана Конгресс кітапханасы деп аталған. Бастапқыда кітап қорында 740 кітап болса, 1801 жылы Томас Джефферсон президент болып сайланған соң кітапхана қоры көбейді. 1850 жылдары Конгресс кітапханасына министрлерге, кейбір ведомстволардың жетекшілеріне, жоғарғы соттың мүшелеріне, саяси партиялардың қадірменді азаматтарына, танымал ғалымдар мен ақштың жазушыларына, танымал журналистерге кіруге рұқсат берілді. 1870 жылы Конгресс кітапханасының жетекшісі Эйнсворт Рэнд Спофордың белсенділігімен мемлекеттік деңгейде заң қабылданды. Бұл заң бойынша ақштың аумағында ашық баспа жарияланған кітаптың бір данасы міндетті түрде Конгресс кітапханасына берілуі тиіс. Сонымен қатар кітапхана қорына қаржылай көмектесуге және кітаптарды мерзімді басылымдарды беруге жеке тұлғалар мен қоғам белсенділерін тартуға ынталандыру іс-шаралары қарастырылды. 1930 жылы кітапхана ұлттық статусқа ие болды. Бұл статус ақштың бюджетінің бірінші кезекте кітап қорын жинақтауға мүмкіндік берді. Қазір Конгресс кітапханасының 1460 орынды 18 оқу залы бар. Кітапхана туристер келіп, саяхат жасайтын орынға айланды. Тыңдалым мәтіні бойынша сұрақтар. Бірінші, кітапхана неге Конгресс кітапханасы деп аталды? Екінші, ақш президентінің кітапханаға ерекше қамқорлық танытуы неліктен деп ойлайсыңдар? Қосымша ақпарат. Конгресте Наурыз мерекесі 2010 жылы 17 наурызда ақштағы Конгресс кітапханасында түркі халықтарының төл мерекесі Наурыз мейрамына арналған дипломатиялық қабылдау рәсімі өтті. Салтанатты шараны ұйымдастыруға ұлыстың ұлы күнін атап өтетін елдердің Вашингтондағы елшіліктері атсалысты. Осы шарада қазақтың ұлттық салт дәстүрі жайлы материалдар қойылған стенд меймандар назарына ілікті. Мерекелік кеште еліміздің ақшта білім алып жатқан бірқатар жастары өнер көрсетті. Оқылым мәтіні. 8-ші параграф, 168-ші бет, 1-ші тапсырма. Мәтінді мұқият оқып, алдыңғы тақырыптағы мәтінмен салыстырыңдар. Мазмұндық және тілдік ерекшелігін анықтаңдар. Біз бұл Конгресс кітапханасының алдында Ақсақ Темір кітапханасын өткен болатынбыз. Ендеше оқылым мәтінді мұқият оқып алғаннан кейін Ақсақ Темір кітапханасымен салыстырамыз. Мазмұндық жағынан, тілдік ерекшелік жағынан анықтайды екенбіз. Кері байланыстың тапсырмасы. Емле ережелеріне сүйеніп, мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді түзетіп, редакциялаңдар. Сендердің кітаптарында 170-ші бет, 4-ші тапсырма бұл кері байланыс үшін беріліп отыр. Бұл кері байланыстың тапсырмасында емле ережелеріне сүйенесіңдер, мәтінде орфографиялық қателер
және пунктуациялық тыныс белгіге байланысты қателер бар. Осы қателерді түзетіп, жөндейсіңдер, редакциялайсыңдар. Сабақ аяқталды балалар, сау саламатта болыңдар.